Жетінші тарау жылан етін қалай жедім. Бұл араның жазы шыға аспаннан түсер тамшы жөнді болмайды екен. Мал бағатындары ертерек кезде, күнгейінде, қызыл теріскейінде қара атанатын құмдарға көшеді екен. Онда атам заманда ел болып қазып, сексеуілмен шегендеп тастайтын құдықтан су ішеді екен. Егін шаруашылығымен айналысатындар сырдың суына ғана сенеді екен де, егер оған су түссе, жаздай кетпен шауып, арық қазып, әркім халі қадарынша егін сеуіп, өнім алады екен. Кейінгі жылдарда әуелі жиһангер соғысы, одан кейін азамат соғысы болып, зілдей салмағы шаруаға түсуден мал басы азайып, құмға көшетіндер сиреген екен. Енді халықтың көпшілігі кетпен шауып күнелтетін болған екен. Қазақта сұмырай келсе су құриды деген сөз бар. Сол сұмырай біз болдық па? Әлде Сырдария кей жылы тасып, кей жылы тасымайды дейтін салтына бақты ма? 1920 жылдың көктемінен тандыры тартылды да қалды. Бұл елдің әдетінде арғы түбі Памирден ағатын Қарадария мен Тянь-Шаньнан ағатын Нарыннан өзбек жерінде қосылып, бері қарай сыр боп келетін дарияның жыл сайынғы су тасымалына ертеден құлақ тігеді екен. Кей жылдары су ортасынан ақ көбейіп, тасқыннан қорыққан ел сел астында қалмаудың қамына күні бұрын кіріседі екен. Мазасы ерте кеткенмен ондай жылдары егінші халық. Биыл астық та, жеміс те, шөп те, балық та мол болады деп қуанады екен. Ал кейбір жылдары жоғарыдан судың тасымалы естілсе, жұрттың көңілі жүдеп, енді қалай күн көреміз деген қайғыға ұрынады екен. 20-шы жылдың басы қуаныш емес, қайғы келді. Су әне тасыр, міне тасыр деген үмітте жүргенде, қыс та, көктем де өтіп, жаз басталып кетті. Тасымаған сырдың бұрынғы мол суы жаз шыға сарқылып, көп жерінде жылтыраған тайыз жылға ғана боп ақты да, кей тұсында үзіліп қалды. Бұрын егіс өлкесіне тасқындап каналмен мол шығатын су биыл шығырдың шелегіне де жүк болған жоқ. Алдағы уақыттың аштығынан зәресі кеткен кедейлер қорасының төңірегіне сепкен азын-аулақ дәніне суды арқалап әкеп құйды. Су жетпейтін кеңірек жердегі егіндердің сабағы қылтия бастағаннан ақ сарғайып кетті. Су тасыған жылдары жайқалған шалғын боп кететін еді деген ойпаттар биыл сортаңы шығып жатқан бозамық тақыр боп қалды. Сыр бойына жайылатын малдың, сазды жерлердің құрағынан басқа тісіне сыздық болар шөбі қалмай, шілде туа қуарып ұшып кетті де, қырат жерлердің шаңы шығып, жел тұрса боранға айналды. Пәленің мыңы сырда, бірі қырда деген мақал бар. Соның растығын мен осы жазда көрдім. Бұл арадағы пәленің ең сұмдығы кәдімгі сары маса екен. Жаңбыры бар жазарда қанаты суланған, ол алысқа ұзап ұша алмайды екен де, құрғақшылық жылдары саздауық тұстардан қалыңдығы бұлттай боп көтеріліп, желмен ауытқыған шақтарда жетпейтін жырағы, кірмейтін қуысы қалмайды екен. Олар ашық жерлер түгіл, іші қаба болып кететін тамдардың есік, терезесін ашқанда қаулай кіріп ап, денеңді күн түні удай ашта шағып, әрі үндерін қоса ызыңдап, дамыл тыйыштық бермейді екен. Ауқатты адамдардың одан табатын жансаясы масақана атты шатыр құрып, ішіне тығылу. Жыртық үйге тамшы ауыр дегендей, күндізгі күйген ыстық пен түндегі тымырсық қапада, сүзгі матадан жасалған масақананың ешінде адам тұншығып кете жаздайды екен. Ашайын десең, масадан қорқасың. Біздің торғайдың масасы шақсада ештеңен кете қоймайды. Ал сырдың масасы адамға безгек егеді екен. Торғайдың безгегінен өлген адамды естіген жан жоқ. Тропикалық аталатын сырдың безгегінен екінің бірі өледі екен. Сол жазда осы қазаға Қайрақбайдың бір ұл бір қызы ұшырады. Менің де тетелес бір апам өлді. Сырдың бойында малдың, әсіресе жылқы мен түйенің жендеті сонасы екен.
Біздің торғайдың сонасы бұл арадағы сонаның қасында, түйенің қасындағы қойдай. Үлкендігіне қарай оның жағы да күшті, тісі де өткір болу керек. Шаққан жерінің етін терісімен бірге жұлып алады. Қырда ол жылы шөп жоғы белгілі, малдың қорек алар жері дария жағасындағы саздауық жерге өскен құрақ. Ашыққан мал амалсыз соған барғанда сазға батқыш түйе қорғаны сыртта жүреді. Сол кезде бір түйеге мыңдаған сона жабылып қасқырдай талағанда, жүні жазғытұры күзелген, денесі тақыр сорлылар жанын қоярға жер таба алмай шаңға аунақши береді екен. Кейбір сабырлы болғансыған бейбақтары бауырына қадалған соналарды табандарымен, қапталына қонған соналарды бастарымен қағам деп өз денесін өздері ұрумен ісіріп жібереді. Содан ақырында не қатпа, не қара өкпе болып өледі. Сона түнде жатады. Күндіз құрақ ішіне тығылған жылқы қырға сол кезде ғана шығады. Маса мен сонаға ең шыдамды мал сиыр екен. Денесіне маса миллиондап, сона мыңдап жабысқанмен мыңқ етпейтін ол сорлының жауы сейгел аталатын инелік пен алакүлік аталатын көбелек. Бұлардың біреуі көзіне көрінсе, жүздеген сиыр жанын қоярлық жер таба алмай, құйрықтарын аспанға тікейте көтеріп ап, тым-тырақай бытырлап қашады. Ол шабысқа қайбір шыдамды мақұлық. Сейгел мен алакүліктен қашып, біраз тоңқаңдап жүгірген соң, тілі сабақтап болдырады да, мәңгі болғандай бетімен лағады. Қойы байғұс бұл шыбындардың біреуін де елең қылмай, ыстық уақытта біріне бірі тығыла ұйысып жатады да алады. Бірақ мұнымен пәледен құтыла алмайды ол. Қойдың танауына кіргіш қара бас ақ құрт болады екен. Құрғақшылық жылдары ол тіпті көп болады екен. Танауына сол құрт кіріп жыбырлатса, онымен де қоймай, шақса, қой бейшара оттан қалып, алдыңғы аяқтарымен тұмсығын сабап, секіре береді екен де, осыдан болдырып өледі екен. Қазақтың секіртпе деген ауруы осы екен. Бұл ауру кейде қотандағы қойды түгел құртып кетеді екен. Аталған пәлелердің ешқайсысына да беріспейтін ешкі ғана екен. Жанын ол шаққыш шыбындардан ыстық кезде таса жерлерге тығылып қалумен сақтайды. Неге екенін кім білсін, секіртпенің құрты оған дарымайды да. Қойлар сияқты ешкілердің де пәлесі кене екен. Құрғақшылық жылдары кене де көп болады екен. Ешкінің төсіне қадалған кенелер етін тесіп ішіне өтіп кетеді деседі. Ешкі бақырауық мал ғой. Сондықтан да қасқырлар түнде қотаннан қой ұрлағанда бақыруынан қорқып ешкіге жоламайды деседі. Жоласа да ауыл адамдары бақырған даусымен қуып айырып алады деседі. Осы бақырауықтығын ол кене жабысса да істеп, иелері бұл пәледен де құтқарады екен. Сыр бойындағы малдың пәлелері осылар болса, егіннің пәлесі саранча атты шегіртке екен. Бұл маңайда ондай пәленің тұқымы барын қар кетіп, жер көктей бастаған шақта көргеміз. Сол кезде ауыл адамдары жақын тұстағы сазды өлкелерге барғанда әлденелерге үңіліп қараған. Мен де қарасам, жұрт үңілген жерлерден бір нәрсе ақ көбіктеніп, көпірсе шығып жатыр екен. Бұл не десем, саранча аталатын шегірткенің тұқымы дейді. Мен ол сөзге түсінбей не екенін сұрасам, саранча дейтін шегірткенің ұрғашысы дейді түсіндірген адам. Күздігіні осындай сазды жерге құйрығын түбіне дейін шаншады да, өзі сол орнында өледі. Оны тышқандар теріп жейді. Құйрығын неге шаншады? Ұрығы, яғни тұқымы сол құйрығында болады. Саздың тереңіне көмілген ұрық қыстай аман сақталады да, жер жібей күн жылына өсуге айналады. Мына жерден көпіршіп шығып жатқан нәрсе жандана бастаған сол ұрық.
Біраздан кейін осы көбіктен қылдырықтай қызыл бас ақ құрт шығады да, аздан кейін шегірткенің балапанына айнала бастайды. Қанаты үлкейіңкіреген кезде өсуге айналады. Сол кезде біз бұларды айдап, маңайға үйген қу қамысқа тығамыз да қамысты өртейміз. Солай жоймасақ, қанаттанып ұшқан соң күш бермейді. Егер ұшырсаң ақ, егін шөптен түк тастамай отап, өрт жүргендей тып-теп ылғып кетеді. Мен осы өртеуді де көзіммен көрдім. Қызыл бас құрттар көрінген шақта сол алқапты айнала қу қамысты үйеді екен. Құрттар одан өте алмайды екен. Құрт шегірткеге айналған шақта ауылдың тайлы таяқтысы қалмастан жүруге жараған бар адамы шығады екен де, қолдарына ұзын жас таудан болған сыпыртқы ұстап, шегіртке атаулыны үйген қамысқа қарай айдайды екен. Үріккен қойдай жосылған шегірткелер қамысқа тығылған шақта тұс-тұсынан от береді екен. Бірақ бұнымен сыр бойының елі ол жазда саранча апатынан құтылған жоқ. Жергілікті саранчаның тұқымын құртқанмен жаз ортасында әлде қайдан көшкен бұлттай түнеріп қалың саранча келді де, ел боп шулағанмен қазан ошақ сияқты темір терсектерін түгел қаңғырлатқанмен, әр жерге қамыс жағып түтін бергенмен биылғы азын-аулақ егінді тып-теп ылғап отады да кетті. Ұстап алған саранчаларды көрсем, аты және түрі шегіртке болғанмен, торғай жерінің ең ірі деген шегірткелері бұлардың қасында түйенің қасындағы қойдай ғана екен. Ол жазда шаруаға келген апат осындай болса, адамға келген апат та одан кем болған жоқ. Ең алдымен елге безгек қаптап кетті. Одан өлген адамның қисабы жоқ. Оның үстіне шешек деген пәлекеп елдің баласын егін отаған саранчадай қырды. Маған да шешек сол жылы шығып өлім аузынан әрең қалдым. Бөліс дейтін маған тетелес апам кескінді сұлу қыз боп өсіп келе жатыр еді. Шешек оның бетін дал-дал ғып ойып, түк те түрін қалдырған жоқ. Сырдағы мың пәленің ішіне қарақұрт, бүйі, шаян, жылан дегендер де кіреді екен. Қарақұрт әдетте қырдағы жусанды жерде болады екен. Құрғақшылықта жусан да шықпай қалуынан болса керек. Биыл оларды өріп, ауылға кеп, талай адамды шағып өлтірді. Бүйі шаққаннан менің шешем де ісіп кеуіп әрең аман қалды. Шаян бұл араның елінде, ас ішкен дастарханның үстінде өріп жүретін мақұлық екен. Сондықтан шағып алғанда ғана өкінбесе, тұрғын ел одан қорықпайды екен. Жылан да солай екен. Далалық жер түгіл, қораның іші сыртында да жаутаңдап жүретін олардың кейбірі үйге де кіріп кетеді. Сондай жыланның біреуі өзімді де шағып алды. Тақыршылықтың салдарынан қырда отыра алмаған біздің үй жаз ортасында қораға көшіп келді де, өткен күз осы ауылдың күшімен бізге арнап соққан тамымызға орнықты. Қырға шыққанда сыпырып алған терезелер қайта салынды. Менің бір әдетім еріншектеумін. Үй шаруасының кейбір жұмысын өз ықыласым шауып істемесем, біреудің жұмсағанына еш уақытта бармаймын. Сондықтан ба, әлде мені бұлағып өсіргілері келе ме, әкем мен шешем де жұмсай қоймайды. Қырдан көшіп келген күні сол әдетіме бағып, үйдің өзге жандары бірер ай болса да ессіз ғап ыбырсыған қора қопсыны тазалап, нәрселерді жайғастырып, дегендей жабдықта, тыста жүргенде мен әлдене ойыншықтарымды ермек қып тамның ішінде отырмын. Қасымда біраудай ұйықтап, үлкендігі кішігірім иттей дерлік жүндес тарғыл мысық жатыр. Бір кезде сол мысық шошып оянғандай атып түрегелді де, тамның көлеңкелеу бұрышына қарап, белін күдірете айбат шегіп ырылдай қалды. Не көрді? Деп бұрышқа қарасам, ұзындығы бір құлаш жіптей әлдене қыбырлайды. Тесірейге қарасам, қара тарғыл жылан. Мысыққа, я маған айбат шеккендей, ол да белін биік көтере бүкірейтіп, бері қарай қарғығысы келгендей тұрған орнында теңселеді.
ырылдаған мысық жыланнан мені қорғағысы келгендей ыршып ілгері қарай секіріп түсті де тағы да күдірейе қалды. Жылан да сол кезде саған берсе қойман дегендей ұрғыңқырап мысыққа таянып қалды. Мысықтың жүні әдетте жұмсақ болады ғой. Біздің жолбарыс аталатын мысығымыздың қалың, ұзын жүні тіпті жұмсақ болатын. Әлде қалай сипай қалсаң, ойпаланған қалпынан көпке дейін түзеле алмайтын. Жыланмен арбасқан шақта оның осы жүнінің әрбір талы кірпінің инелеріндей тікірейіп, түрегеп кетті. Қайсымыз бұрын алар екенбіз дегендей, арбасқан екі жануар тағы да жақындай түсті де, таянып қалған шақта бірінен бірі сескенгендей жылан басын қақшита көтеріп, мысық алдыңғы екі аяғын бетіне қорғаныш қыла шекесінен отыра қап, жылтыңдаған жылан сылдырады да тұрды. Мысық ырылдады да тұрды. Менде үн жоқ. Отырған жерімде үн-түнсіз тастай қатыппын да қаппын. Бір кезде мысық оң алақанымен жыланды жаққа салып қалғандай болды. Ол алақанын жылан бассалмақ болғанда, сол жақ алақанымен қағып қалды. Оған ұмтылам деген жыланды екі табанымен кезек қақпақылдай бастаған шақта тістетпеуіне ыза болғандай жылан мысықтың денесіне оралып кеп қалды. Сол кезде жаны ышқынғандай шар ете қалған мысығымды аяп кеттім ғой деймін. Атып тұрып жыланды желкесінен шап беріп ұстағанымды өзім де білмей қаппын. Тек қана білгенім қылғына жанталасқан жыланның басын иіп кеп бармағымды тістеп алуы. Осы кезде әкем де кіріп үйде болып жатқан уақиғаға әуелі сасып қалғандай аңырып аз тұрды да жыланның мен ұстаған желкесінің басына таяу жерінен ұстап кеп алды. Оның қысуы менің қысуымнан қаттырақ болды ғой деймін. Жылан мысыққа оралған денесін жазып жіберді де, қолыңның әлін кетірейін дегендей әкемнің жеңін түрген білегіне оралды. Енді қайтем деп мен жылап жібергенде ештеңе де етпейді, деді әкем. Бұл уыстан ол тірі кетпейді. Өзіңнің еш жеріңді тістеді ме? Деп сұрады әкем. Тістеді. Қай жеріңді? Деді ол үрейленген кескінмен. Мына бармағымды деп көрсетсем, әп-сәтте шаққан жер иненің көзіндей боп қарая қапты. Құдай-ай, сақтай көр, деп әкем қорқып кетіп, әкел, әне бір қапшықты. Мен алып берген кішірек қапшыққа әкем жыланды салды да аузын болып, жүр тез, деді маған қолын ұсынып жетектемек боп. Қайда барамыз? Ишанға. Бұндайдың емшісі Исхақ Ишан екен. Ол жыланды құйрығынан жоғары асып, денесін кере, басын жерге қаққан қазыққа байлайды екен де, қасына тізерлей отырып, көзіне көзін қадап ап, түсініксіз бірдемелерді алқымы кепкен түрде міңгірлей береді екен. Онысының қашан бітері және немен бітері белгісіз. Ол сол міңгірлеумен кешке шейін міңгірледі. Қасына мені және әкемді отырғызып қойды да өзге адамдардың бәрін қуып шықты. Бізге айтқаны, үн шығармаңдар, әсіресе менің атымды айта көрмеңдер. Ишан осылай міңгірлеп отырғанда жылан уыты денеме тарағанмен ісініп те болдым. Жүрегім де сол кезде қысып кетті. Содан кейін талмаусырағанымды білмей де қаппын. Білгенім, аузыма әлденені әлдекім құйды. Мен оны қақала-шашала жұттым. Артынан есім кірген соң білсем, әлгі жыланның сорпасы екен. Әкемнің айтуынша біраз арбасқаннан кейін Ишан да ісіне бастаған. Жылан да ісініп, денесі қысқара бастаған. Ал, көзіңді жұм, деген Ишан әкеме. Сол уақытта әкем көзін тас жұмған. Сол кезде үзілген қайыстай бірдеме шырт ете қалған. Енді аш көзіңді, деген Ишан әкеме. Әкем көзін ашса, балтамен шапқандай жылан нақ белуардан екіге бөлінген екен. Оқумен бөлдім, деген Ишан.
Содан кейін балаңның емі осы жыланның сорпасы мен еті деп бір бөлшегін тас құманға салып тез қайнаттырғанда, сорпасын ішуге дәрменім жоқ, менің аузыма қасықпен құйған. Содан кейін аздап есім кіріп, денемнің ісігі біртіндеп қайта бастағанда, жыланның етін жеп, сорпасын ішіп, тауысқан шақта жазылып та кеткем. 8-ші тарау. Топалаңдағы той. Сыр бойының сиқын көрген шешем әкеме, ел іші пәле жаладан тез шығыпты деп жүрсің ғой, бұнда не қыламыз отырып? Одан да аш болайық, тоқ болайық, елде болайық деп қыңқылдай берді. Әкем оған алғаш көрмеген ел меді, сағынатын кімің бар еді деген сияқты жылдыртпалы сөздерді айтып жүріп, бір сәтте кеше ғана торғайдан жуық арада шыққан кісіні көрдім. Ондағы құрғақшылық бұдан да жаман дейді. Малдары қазірден ақ көтерем болып жатыр дейді. Егін сеппейтінін білесің ол елдің. Алыстағы қалаларда бір пұт тарының құны не 5 қой, не 1 сиыр дейді. Ақшаға еш нәрсе сатпайды дейді. Қалай сатады ақшаға? Көне дос көйлекті базарда 1000 сомға бермейтінін осында да көріп жүрсің. Қалай көшіп барасың елге? Осындай шақта барып көрші, кеше тоқ кезінде тонап алуға тартынбағандар бүгін аш кезінде тірідей талап жесін. Бұл сөздер көкейінде қона бастаған шешемді шегелей түскісі келгендей әкем жадыраңқы сөздерін айтады. Бұрынғы дәулетіміз қайтып келмеді демесек, дейді ол. Құдайға шүкір, мұнда да жаман боп тұрған жоқпыз. Жегеніміз май, ішкеніміз шай дегендей, дастарханымыз бұрынғыдан кеміген жоқ. Осындай жай күйімізді тастап, босқа қопарылмайық. Әліптің артын бақ дегендей, бұл заманның арты неге соғарын орнықты жерде байқай тұрайық. Шешем бұл сөздерге көнген қалпын көрсетеді. Мезгіл күзге тақала, сыр бойының да халі қиындады. Аштан босқандар, қайыр сұрағандар көбейіп кетті. Осы кезде әкемнің тағы бір көргендігі байқала қалды. Жыл басында 2 қызын бірдей сатқан әкем қалың малына өзгені емес, мата я басқа өлі бұйымдарды алған білесіздер. Сонда үй іші қайтесің бұларды деп күңкілдесе, асықпаңдар дейтін әкем. Әліптің артын бағыңдар. Ол бұйымдарды әкем өзгелер түгіл үй ішіндегі шешем, Текебай, мен үшеумізден басқа Қайрақбайға ғана көрсетіп, өзге жан адамға сездірмей, там ішіне соққан пештің астындағы ұраға тығып, бетін белгісіз нәрсемен жауып тастаған. Қорадан қырға шыққан шағымызда әкем тамға күн сайын келіп, ұраны байқаусыз бақылап кететін. Орынбор, Тәшкен сияқты жерлерге барып қайтқанда, матаның ұрадағы бірлі жарымды тобын жасырып қана шығарып алатын да, ескілеу чемоданның ішіне салған көйлек көншегінің астына тастап, барған жерінде орындап келетін. Онда да ақшаға сатпай, жаңасы көне тозы аралас киімдер алып кеп, ұраға тығып қоятын. Жаз ортасында қырдан қораға көшіп келгеннен кейін біздің осы ұра кеңіді. Түннің ауыл тегісімен ұйықтап қалатын бір шағында Қайрақбай мен Текебай пеш астындағы ұраны ашты да, ішіндегі нәрселерін шығарып, ұраның түкпірін көлбей терең апан қазды. Үйдегі маған тетелес 2 апам бар. Мен, әкем, шешем бар. Бесеуміз апаннан шығарылған балшықты 2 зембіл мен кезек тасып, былтыр тамның кірпішін соққан қора сыртындағы терең шұқырға құлата бердік. Апанды қазар алдында «Балалар» деп сақтандырды бізді әкем, қақарлы кескінмен саусағын безеп. Қазір біз пеш астындағы ұраны кеңітеміз. Неге үйретімізде жұмыстарың болмасын? Жан адамға тістеріңнен шығарушы болмаңдар. Текебайға, маған, Қайрақбайға сенетін әкем, қыздарына сенбегендей, бұлардың қалай еді дегендей кескінмен, оларға бір, шешеме бір зілдене қарап қойды. Айтпайды деді шешем, әкемнің іштегі ойын көз қарасынан жобалағандай. Айтып көрсін деді ол қыздарға тесірейе қарап, әдетіне айналған бейпіл сөздерінің шет жағасын шығарып қойып, не көрсетер екен мен ол бетбақтарға. Шешемнің адырая қарауынан зәресі кеткен қыздар ар жағын айтпай-ақ қой,
түсіндік дегендей көздері жаутаңдап бала түсті. Әйтпегенде қайтсын, жас күнінен ерінен қорлық көріп өсуінен бе, әлде табиғат бойына берген мінез солай ма, ит ашуын тырнадан алады дегендей, шешем ызаланған шағында бар ашуын қыздарына төгетін де, олардың шашын жұла, тепкілей сабап, қатын, бетпақ, байың өліп бақытың күйсін деп, кейде одан да жаман сөздерді айтып өлтіре жаздайтын. Осы мінезін білетін қыздар оның алдында қождай жорғалап не істе дегенін қасының қағуы мен көзінің қарауынан аңғаратын, айтқанын бұлжытпай орындайтын. Ұраны алғаш қазғанда шешем екі қызды әлде қайда жіберіп, қалай қазылғанын көрсетпеген еді. Енді ұраны ашарда шешем тағы да сөйтпек болып еді. Отыра берсін деді әкем. Естері кірген балалар, айтпа деген соң айтпас, және жұмысқа да керек болады олар. Ұра түкпіріндегі апан бір түнде емес, бірнеше түнде қазылды, және үнемі ауыл ұйықтаған шақта ғана қазылды. Және бір ғана апан болмай, арғы түбі түлкінің іні сияқты тарамдана быдырап, ішінара айқыш-ұйқыш қосылып жатты. Мұншама балшықты қазу, сыртқа шығарып шұқырға төгу, ол балшық жұрт көзіне түспеу үшін үстін әр күн сайын қоқтамен жауып тастау аз күшке түскен жоқ. Бұл жұмыста екі қыз да көп күш көрсетті. Не істеп жатқанымызды жұртқа білдірмейміз дегенмен, ұйқымыз бөлінуден қатқан қабағымызды байқап, көрші қолаңдар бұларың не деп сұрайды. Біз ештеңе жоқ деп таныған сыр бермеген боламыз. Әкем енді жетеді дегенше беті тағы да белгісіз жабылған ұраның, оның түкпірінде қазылған апандардың неге керек болғаны кешікпей-ақ мәлім болды. Біздің үйге түннің белгісіз шақтарында әлдекімдер келіп, бірнеше қап астық әкеп тастайды да, ұрадағы матадан, киім-кешектен, тағы басқа бұйымдардан алып кетеді. Олардың да кім екенін тез арада біліп алдым. Ақмешітте жындылар үйі және жетім балалар үйі деген ұйымдар бар екен. Сол екі үйдің де Қармақшы теміржол станциясында азық-түлік даярлайтын орындары болады екен. Әкем осы екі орынның да бастықтарымен таныс боп, ұраға тыққан нәрселерін соларға сатады екен де, ақысына тез білінбейтін азық-түліктерді және әртүрлі дақылдардың ұрығын алады екен. Ол осы әдіспен қыс түскенге дейін матаның да көбін өткізіп болды. Апандарына астықты да толтырып болды. Оншама астықты қайтесің деген шешеңе, шашы ұзын, ақылы қысқа деген әйелсің-ау деп күледі әкем. Астықтың әрбір дәні түйір алтын болғалы келе жатқанын абайламай жүрмісің? Амандық болса көрерсің, осы астықпен осы елдің бар ырысын жинап аламыз. Онысы рас та бопты. Бірақ қалайша рас болғанын көре алған жоқпын. Оған себеп күздің басынан ақ ашығып, ісіп кепкен қайыр сұрап шұбырған адам ел ішінде көбейіп кетті де, оларды көргім келмеген мені әкем қыстың басында Ақмешіт қаласындағы жетім балалар коммунасы аталатын үйге апарып орналастырмақ боп аттанды. Коммуна дегеннің сөз не екенін мен ол кезде білмеймін. Жетім балалар деген сөз маған түсінікті. Ақмешітке келе алғашқы сөздің жайын сұрасам, бірлесіп өмір сүру деген мағынада екен. Сонда, егер мен жетім балалар коммунасына барсам, жетім балалармен бірлесіп өмір сүретін болам ғой. Үйдетін мен жетім баламын ба? Ақмешітте біз Аралбаевтың үйіне келіп түскен едік. Әкем оған, мына баланы өзің әкел деген оқуға әкеп отырмын, шырағым. Балам ол оқудың жетім балалар үшін деген атынан шошиды. Мен жөндеп түсіндіре алған жоқпын. Соны өзің түсіндірші деді. Шүңірек кішкене қара көзін күлімсірете, қалың қабағын ойнақшыта маған қарап алған ол, сөздерін жалпақ және сирек біткен тістерінің арасынан шашырата шығарып, адам болатын балама деген дәмем бар, шырағым сенен. Сөз ұғама деп те ойлап қалғам, үйінде болғанда деп келе жатыр еді. Өзіміз де солай ойлаймыз деп қойды әкем, масаттанғандай, отырған орнынан көтеріліңкілей қозғалып, тамағын кенеп қойып. Ендеше тыңда, шырағым, деді Аралбаев сөзін жалғастырып. Сөз түсінікті болу үшін коммуна демей үй деп қана алайық, яғни жетім балалар үйі деп атайық. Бірақ аты солай болғанмен,
заты олай емес бұл үйдің. Бұнда қазір 450-дей бала тәрбиеленеді. Солардың ең көп болса 50-і ғана жетімдер, я кәріп қасырдың балалары болар. Өзгелері ауқаттылардың балалары. Неге, дедім мен Аралбаевтың сөзін бөліп. Мынауың қызық бала ғой, деді Аралбаев әкеме қарап күліп. Түсіндірсең түсінеді ғой, шырағым, деді әкем менің сөзімді ұнатпай қалған кескінмен. Түсіндірудің орнында балаңа ұрысқалы отырмын, деді Аралбаев. Сен, шырағым, деді ол маған, енді қалың қабағын түйе, кішкене көздерін, су құйылған інінен жылтырай шығып келе жатқан жыланның көздеріндей тесірейте қадап. Совет өкіметінің байды жек көретінін білемісің? Білем, дедім мен. Ендеше байдың өзін жақсы көрмейтін ол, баласын жақсы көре ме? Мен үндемедім. Не деп үндеудің ретін білмедім. Жек көреді, деді ол. Қоңырқай түсті жіңішкелеу буындарының үстіне шоқтала қап-қара қыл өскен оң қолының үстік саусағын өңменімен ататын мылтықтай оңғысындай сорайта ұсынып, мына сен сияқты әрі байдың, әрі аталықтың балалары біраз жылдан кейін оқу орындарының есігін ашпақ түгіл, қорасының маңайына да жолай алмайды. Рас, деп қойды әкем күрсініп. Ендеше қазір оқуға кіруіңе жағдай бар шақта оқып қалуың керек, бала. Бай деген менен бай емес сенің әкең. Бұл жігіттің туыстарындай бай, біздің бүкіл Торғай өзінде жоқ, деп қойды әкем. Сондай шаруам бола тұра мен де осы коммуна аталатын оқу орнына екі інімді орналастырдым. Осындайлар толып жатыр онда. Әлгінде айттым ғой, 450 баланың көп болса 50-і ғана жетімдер және кедейдің балалары деп. Өзге 400-нің ең кедейінің әкесі дәулет жағынан сенің әкеңе таласа алады. Түсінікті, деді әкем. Ендігі сөздің керегі жоқ. Барда орналас, балам. Коммунаға барып орналассам, сырдың жағасында қалың жемісті кең бақшасының ішіне салынған атақты өзбек байының үлкен көркем үйі екен. Жанды жақты бұл байдың ұлдары да көп болып, үйлендіргенде осы бақшаның әр тұсынан сәнді үйлерді салдыра беріпті. Саудагерлік және диқаншылық кәсібінде берген борышына аттының атын, жаяудың таяғын сыпырып алатын бұл қанағыш революция жылдары Қоқант автономиясы аталатын. Орта Азия байларының уақытша өкіметінде қызмет атқарып, Совет өкіметімен күресудің қалың ортасында жүріпті де, автономия құлағанда шет елдердің біреуіне қашыпты. Совет өкіметінің қарамағына көшкен үйінде мен орналасқан коммуна 20 жылдың басынан ұйымдасыпты. Аты балалар үйі болғанымен, мұнда орналасқан балалардың арты 3-4 жастағы, тіпті кішкенелер болса, алды бой жеткен қыздар мен ересек боп қалған боз балалар. Жетімдер дегені және кәріп қасырлардың балалары дегендері ұсақтары екен де, оқу жасына жарағаннан жоғарғылары түгелмен ауқаттылардың балалары екен. Коммунада тамақта, киімде, жатақ үйде, төсек орында, қазынадан және жетерліктей мол. Сондай жағдайда оқитын ауқаттылардың балалары коммунаның тамағы мен киімін менсінбей үйлерінен алдырады. Мектептен тысқа шықса, өздерінің сәнді киімдерін киеді. Сабақ жағына келгенде, ересек балалардың ішінде мендей сауатсыздары да көп екен. Оларға жеке класс ашылған екен. Мен іштерінде қосыла кеттім. Оқуымыз алғашқы күннен-ақ жақсы жүре бастады. Өйтпегенде ше, ересек балаларға бастауыш кластардың сабағында не ауырлық бар. Тәжірибесі зор оқытушымыздың біраздан кейін айтуынша, бірен-саран топастары болмаса, біздің класс бұл бетімен бастауыш білім аталатын 4 кластың оқуын осы қыста тәмамдап кете алады. Тұрмыс та, оқу да осындай жақсы болғанмен, оқуымның жақсы баруына қуана отыра, күнкөріс жайын ойлағанда мен іштей қатты азаптанам. Өйтпегенде ше, былай да күн көріп, оқу оқырға мүмкіндігі толық ауқаттылар мен байлардың балалары жетім балалар үйінде қазына есебіне оқып, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ боп жатқанда, осы үйде тәрбиеленуге хақы олардан әлде қайда артық шын жетімдер мен
Шын аш арықтың балалары көшелерде шұбырып қайыр сұрап жүр. Көбі аштықтан ісіп кеуіп жүр. Енді біреулері әр жерде өліп жатыр. Нашар шаруалардың балалары ғана бүйтіп жүрген жоқ. Өздерінің ашаршылықтан соры қайнап, балалары ұшыраған бақытсыздыққа өздері де душар болып жүр. Қалада аштарға жәрдем беретін ұйымдар бар деседі, одан аштардың басым көпшілігіне тиіп жатқан пайда жоқ. Коммунада жетімдерге деген жәрдемді ауқаттылардың балалары біздің пайдалануымыз сияқты. Аштарға жәрдем комитетінен үкімет тарапынан берілетін азық-түлікті Аралбаев сияқтылар жеп жатқанын көзіммен көріп жүрмін. Сонда ойыма келетіні, бұл не сұмдық, бұған тыйым бола ма, жоқ па? Тыйым болмайтын сияқтанып жүрген шақта қыс аяғы жақындай Ташкенттен комиссия кеп қапты деген хабар дүңк ете түсті. Олар аштарға берілген жәрдемнің жұмсалуын тексере келіпті деген хабар жалғасты оған. Коммунаны да тексеретін түрлері бар деп абыржуға айналды. Бір кезде біздің бастықтар, бізді тексеретін топтың бастығы Ғани Мұратбаев екен деп сыбырласа бастады балалар. Бұл есім бізге бұрыннан да таныс болатын. Хат танып, оқулық кітаптар мен Ақ жол, Жас қайрат сияқты газеттерді де оқитын біз, олардың әсіресе Жас қайраттың бетінен Ғанидың да мақалаларын кездестіретінбіз. Сонда ол байлар, манаптар, алашордашылар деген адамдарға өшіге, тілін түйрей жазып, совет өкіметіне оларды жау адам қылып көрсететін. Бұл өзі кім екен деп сұрастырып, өмірбаянынан да аздап мәлімет естігенбіз. Тақыр кедейдің үйінде туып, жетім болып өскен ол қазір 18 жаста. Қызметі Түркістан Республикасындағы коммунист жастардың орталық комитетінің бірінші бастығы. Осы адам біздің коммунаны тексеруге келеді деген соң көруге асыққан адамның біреуі мен болдым. Оныма бірінші себеп жастай атағы шыққан адамның кескін кейпі, түр тұлғасы қандайлығын байқау болса, екінші себеп коммунада жүріп жатқан былыққа қалай қарар екен. Комиссия келердің алдында бастықтарымыз барлық кластың балаларын да коммуна берген бір түсті костюммен киіндіріп, белдерін жез алақанды жалпақ қайыс белбеумен буындырып, мектептің ұзын, кең коридорына жүйесімен қас-қатар қақшита тұрғызып қатырып қойды. Оқу жұмысын меңгерушінің айтуынша, қонақтарды коммуна бастығы ертіп келеді де, олар есіктен кіре бергенде тиыштау деген команда болады. Бәріміз де сонда қақшия қап, егер қонақ сәлемдессе, бір ауыздан сәлем десеміз. Қатарға тұрғызған шақта өзгелерді білмеймін, өз жүрегім әлденеге кеудеме сыймастық боп тулай қалды. Сондай халде тұрып қонақтардың мектепке кіргенін аңғармай да қаппын. Дүрсілдеген жүрегіммен алысып бейғам тұрған шақта тиыштау деген дауыс саңқ ете түсті. Селк ете түсіп, сол жағымдағы есікке көз қырын тастасам, көлеңкелеу коридормен 4-5 ересек кісі бері қарай келе жатыр. Балаларда да үн жоқ, оларда да үн жоқ. Енді ғана бойымды жинаған мен ішімнен бізге де тоқырамай өтіп кеткей-ақта деп тілеп тұрмын. Егер тоқыраса, көздеріне ең алдымен мен түсем. Өйткені сен бойшаңдаусың және көріктісің деп мұғалім мені біздің кластағы балалардың сол жақ шетіне тұрғызған. Абайсыз өтіп кетсін деген оймен қонақтар жақындаған шақта көзімді төмен түсіріп қойып ем, онымды аңғарып қап, әдейі ерегіскендей нақ алдыма келіп тұра қалысты. Басымды амалсыздан көтерсем, қарсы алдымда бірнеше кісі тұр. Нақ алдымда тұрғаны биіктеу бойлы, талдырмаш денелі, дударланған қара бұйра шашы бұрқырай маңдайына төнген ойнарқы өткір қара көзді, қырлалау кішірек мұрынды, жоғарғы ерніне болашақ қара мұрттың жұқалау ғана қырбығы білінген ақ сұр кескінді жас жігіт. Оның оңында тұрғаны талы көтеріңкілеу, жоғары ерніне ұшын ернінің жиегімен тегістеген қара мұрт қойған, қырлалау келген мұрынның танау жағы көтеріңкілеу, сидамдау, түсі қара қоңыр жастау жігіт. Сол жағында сиреттеу, сары мұртты шапырашты көзді толықшалау, орта бойлы сарғылт өңді біреу тұр.
Басқаларына қарап үлгермей қарсы алдындағы ақ құба жас жігіт маған: "Атың кім, бала?" деді. Мен оның сұрағына жауап беріп үлгермей: "Ғани Мұратбаев деген ағаң осы жолдас" деп қалды. Оның оң жағында тұрған коммуна бастығы: "Ол мынау ағаң" деп қара қоңыр адамды таныстырмақ болып еді. "Қоя тұрыңыз" деді Ғани оған. "Балаларға бәрімізді таныстырудың қажеті жоқ. Мына балаға бір сұрауым бар. Соған бөгет жасамаңыз. Сонымен, атың кім, бала?" "Бүркіт." "Жақсы ат екен. Фамилияң?" "Жәутіков" дедім мен күмілжіңкіреп. "Неге күмілжисің? Әлде байдың баласымысың?" Үндемедім. "Жасырма" деді Ғани. "Расыңды айт. Жасырғаныңмен білеміз бәрібір. Адалыңды айт. Тым сорлының баласы сияқты көрінбейсің." "Солай ма?" "Солай" дедім мен, бойым үрейніңкірегенін істеп, батылдық қалпыма бағып. "Бұнда байдың балалары көбейгені мәлім" деді Ғани маған. "Сен де солардың бірі боларсың" деп жобалап едім. Дұрысқа шықты ғой болжалым. Қайталап сұрайын: "Рас қой бай баласы екенің?" Тәкап барлығым ұстады ма, шынымды айтқым келді ме, қайсысы екені есімде жоқ. "Рас" дедім тағы да. "Естіп тұрсыз ба, Совдеке, мына баланың сөзін?" деді Ғани қасындағы қарамаққа. "Естіп тұрмын" деді ол, салқын түсін өзгертпестен. "Қарағым, көңілің таза бала екенсің" деді Ғани маған. "Адамымды айтқаныңа рахмет. Осыңнан таймасаң, совет адамы болып та кетуің мүмкін. Ал енді басқаларынан сұрап көрсек қайтеді" деді Ғани Совдеке деген адамға. "Қалай тауысасың бәрінен бірдей сұрап" деді ол ұнатпаған қабақпен. "Кеңседен алмаймыз ба керекті мәліметті? Қайтеміз одан алып? Және байдың балаларын алып отырған ол бізге шынын айта ма? Одан да балалардың өздерінен сұрайық." "Олардың шынын айтатынын қайдан білдің? Іздеген жібіміздің бір ұшығын дәл тауып тұрған жоқпыз ба?" деді Совдекесіне күлімсірей қараған Ғани қолымен мені нұсқап. Жанына тап-тартысының кіршігі әлі жұқпағандығын істеп адамын айтып тұр бұл бала. Түбінде байлардан совет өкіметіне тілектестер шықса, осындайлардан шығады. Өзге байлардың балалары шынын айтсын мейлі, айтпасын мейлі. Ұшығы табылған жіптің ар жағында суырып ала аламыз. Меніңше әкелері өтірік айтқанмен, бірен-саран тіс қаққан тәсіл қой ересектері ғана болмаса, ар ұяттары кірленбеген сәбилердің көбі шынын айтады. Ғани қас-қатар сапқа тұрған балалардың екі жағына да қарап ап: "Ал балалар, жетіммін, панасызбын дегендерің қолдарыңды көтеріңдер" деді. Жан-жағыма қарасам, әр кластан азғантай ғана бала көтеріпті. Өзгелері тым-тырыс. "Көріп тұрсыз ба, Совдеке" деді Ғани. "Танымайтын адамдар келіп қол көтер деп жатса, әрине қорғалайды" деді Совдекесі. "Жатырқаудан емес" деді Ғани күліп. "Өтірік айтып үйренбеген жас балалардың шындыққа қарсы тұра алмауынан. Осылардың дені байдың я ауқаттының баласы деген сөз рас. Қолдарын көтермей тұрғандар солар. Солай ма балалар?" деді Ғани маған. "Солай." "Енді менің сұрауым жоқ" деді Ғани Совдекесіне. "Мен үшін мәселе жалпы жерде түсінікті. Ендігі мәселе жеке баланың қайдан келуін анықтау ғана. Егер сіздің жұмысыңыз болмаса, қалған сөзді комиссияда кеңесейік." "Мақұл" дей салды Совдекесі солғын үнмен. Олар кете коммунаның бастығы мен оқу жұмысын меңгеруші мені оңаша бөлмеге алып барды да "Не істедің сен?" деп жатты да ұрысты. Не істедім деген ойдағы мен тіл қайырмай үн-түнсіз тұрдым да алдым. Ұрысқан сөздері өтпейтінін көрген олар қосарлана сөйлеп, "Осы қылығыңмен мектептен шығарып жіберсек қайтесің?" деп қорқытты. "Қорқытпаңыздар" дедім мен оларға сабырлы дауыспен. "Шығармасаңыздар да кетем." Ертеңіне пойызға мініп үйге кеттім де қалдым. Оным жақсы болған екен. Артынан естісем, байдың баласы дегендердің бәрі коммунадан шығарылып, орнына шын панасыздар алыныпты. Мен болмаған бірнеше айда үй ішімізде едәуір өзгеріс болып қалған екен. Ең елеулі өзгеріс Текебайдың үйленуі. Оны маған қыс ортасы алып бара жатқан шақта Ақ мешітке келіп
кеткен әкем айтқан. Сонда мен оның бір сөзінен қатты шошып қалғам. Ойға, қырға ауытқи көшеміз деген әкем маған үй ішіндегі жабдықтарды кеңес қылып отырып, Текебайды үйлендіре алмаған ем. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дегендей, жасы 20-дан асып бара жатқан сол баланы аяқтандырып жіберу арманым еді. Осы арманыма жуырда жеттім. Үйге бір шүйке басты кіргіздім. Қайырлы болсын дедім мен ауыл әдетімен. Әмин, Алладан болсын. Қайда құда болдыңдар? Құда дейтін құдамыз жоқ. Неге дедім мен елеңдеп. Балайша сәті келе кетті деді әкем күмілжіңкіреп. Қалайша, не көп? Қайыршы көп емес пе елде? Иә. Қайыр сұраған бір пақырлар үйге келе қалды. Не сұмдықтың болғаны жорамалдағандай бар қаным басыма атып шығып, миым дуылдай бастағанмен, сонан соң дедім әкеме. Ерлі байлы адам екен. Басы көздері жалқаяқтанып іскен екен. Қастарында бой жетіп қалған қызы бар екен. Бүлдіршіндей әп-әдемі бала. Бірақ киімдері жыртық, жалаң аяқ, жалаң бас, үсті басы кір, бет-аузы күлтілдеп іскен. Иә, сонымен дедім мен әңгіменің артын білуге асығып. Әлгі пақырларға жарты пұт тары бердім де қызын алып қалдым. Кімнің есебінде? Ақымақ бала, түсінбей отырмысың деді әкем бетіме қарап. Түсінбей отырғаным рас. Бала қылуға алды деп отырмысың мені? Енді қайтуге? Текебайға тастырдым. Жасы нешеде дедім мен жүрегім лүпілдеп. Ер жетіп қалған қыз. Сонда да барғанда көрерсің. Әкемнің жалтақтай жауап беруінен бұл арада бір сұмдықтың барын шамаладым да бара көрермін деп ар жағын қазбаламадым. Әкеме тек қана айтқаным, жарты пұт тарыға келін сатып алған намыстанған жоқсың ба? Несі намыс оның? Совет заманында бір тиын төлемей де алып жатқандар бар. Ол бір басқа нәрсе ғой дедім мен күрсініп. Күрсінбе, балам, деді әкем ұнатпаған қабақпен. Мен алып қалмасам, ол қыз ендігі аштан өлер еді. Жарты пұт тары дегеннің қазіргі заманда құны қанша екенін білесің бе? Дыңдай ірі қара. Әке шешесінің тақиясына тар келіп жатқан жоқ ол. Осы әңгімеден кейін көруге құмартқан қызды Қайрақбайдың әйелі Қатира көрсетті. Ақмешіттен келген мені есік алдында қарсы алушылар ішінде ол да тұр екен. Қазақтың жеңге дегені қайын іні аталатындардың онымен ойнауы қызық қой. Бұл ойынның ішінде сыпайысы да тұрпайысы да болады. Өзімді ата-бабасы санайтын мен біздің үйге 16 жасымда келіншек боп түскен Қатирамен кішкене күнімнен тұрпайы ойнап, айтпайтын боғауызым, жасамайтын қылығым болмайтын. Ол да маған соны істейтін. Егер екеуміз оңаша кездесе қалсақ, аузымызға келгенді оттап, жарбаң-жұрбаң алысатын да жататынбыз. Жас күнімізден осындай тату болып өскен біз, аз күн көріспесек сағынысып қап, құшақтасып амандасатынбыз. Ол өзі талдырмаш кішкене денелі, қара қоңыр кескінді, бір сыдырғы сұлу өңді, сапылдаған сөзі бар, жүрісі бедеу, байталдай шапшаң, ойнарқа адам болатын. Бұл жолы да екеуміз төсекке төс тақасып көріскеннен кейін «Ал сау жігіт» деді маған көптен оңашалана беріп, кішкене қара көзін ойнақшыда күлімсірей қарап, нәзік, ұзын саусақты алақанын жая қолын созып, көрімдік әкел. Не үшін? Жеңгел болған жоқпысың оқуда жүргенде? Қалағаның да ал. Аузына ыңғайсыз бірдеме келіп қалғандай болған ол жан-жағына қарады да, айтар сөзін қайтарып жұтқандай. Онда жүрейге деді. Қатирамен екеуміздің сыбырымызды естімей-ақ ұққандай өзгелер сыртта кідіріп қалды. Үйге кірсек, оң жақта шешемнің өзім білетін көне туыс қара шұбар шыт шымылдығы құрулы тұр. Көрімдік бермесең ашпаймын деді Қатира шымылдықтың қасына барып. Аласың ғой дедім мен, әуелі көрейік те. Ода болсын деп жымың етіп Қатира шымылдықты ашса, үстінде ескі киімдері бар, басында етегі, бетін жапқан, жөнсу қоңыр шәлісі бар, тұлғасына қарағанда оннан азақ асқан дерлік қуыршақ тұр. Міне жеңгем деп Қатира қуыршақтың бетін ашып қалғанда шошып кеттім. Бойы шынашағындай-ақ, ап-арық кіп-кішкене бірдеме. Өзі үріп ауызға салғандай дерлік мөлдіреген сұлу қыз екен.
Астапыралла деппін шошып кеткендіктен. Иә қайным, деді Қатира, менің тұрбайы шыққан даусыма қайран қалғандай. Осыма келіншек дегендерің? Несі бар келіншек болса? Өзімізде осыдан азақ қалқыңқы кезде түсіп өлмей-ақ адам болып кеткенбіз. Бұл тақырыпта одан әрі кеңесуге сыртта тұрып қалғандар үйге кіре бастады. Ішінде әкем де бар. Шымылдық қайта түсірілді. Әлгінде көрмеген біреулер жамырай амандасып жатқан шақта әкеме жақындарымда далаға шығып кетші Ағеке дедім. Тысқа шыққан әкемді қораның түкпір жағына алып бардым да, Ағеке, сенде бір қолқам бар дедім. Айт, деді әкем кескініме таңдана қарап. Анау келін деген қуыршағыңды бүгіннен қалдырмай апарып таста. Қайда? Қармақшыдағы жетім балалар үйіне. Неге? Неге екенін қайтесің, Ағеке? Егер апарып тастамадың бар ғой, бұл үйден мен қазір кетем. Қайда кетесің? Оны өзім білем. Не деп тұрсың, балам? Айтқанымды істемесең, мен саған бала емеспін. Ойланып айтып тұрған сөзіңде балам, деді әкем сұрланып. Өзің айтатын едің ғой, Ағеке, Құдай біздің тұқымға өзгені осал берсе де қаттылықты мақтап берді деп. Айтқаным айтқан, Ағеке, не менімен боласың, не келінмен боласың. Неге сонда? Қаршадай кішкене баланы әуелі жарты пұт тарға сатып алуға ұялсаң еді, Ағеке, дедім мен. Қанша қатайып тұрмын дегенмен балалығыма бағып жыламсырап, осынша арзан бағаға өзгеге емес туған балаңа қатын әперуге ұялсаң еді. Балам деген даусы ашырақ шыққан әкем ашу қысқандай дірілдеп кетіп, сөзінің ар жағын айта алмай қалды. Сол кезде кескініне қарасам, аузы сол жағына қарай қисая қап, бетінің бұлшық еттері қазанда бұрқылдай қайнаған құрттың бетіндей бүлкілдей қалған екен. Былай да шекесіне қарай көтеріңкі біткен көз құйрығы шағуға ыңғайланған шаянның құйрығындай қайқайып апты. Қолдарына қарасам, қаусырмалай көтерген құшағының басындағы жұдырықтары тастай ғып домалана қойыпты. Бұл бейнесіне қарағанда әкемнің мені ұстаяп, мелжемдеп сабағысы келген болу керек. Бірақ ашу болған ақылы тез шешіліп, тарпа бас салуға мені аяды ма? Немене? Жоғал! Деп ақырып, қолын беталды құла түзге сілтеп. Мен үн-түнсіз жөнеле беріп ем. Тоқта, деді тағы да ақырып. Тоқтадым. Тілімді қайтармаған сен ғана қалып ең, деді ол түйіліп кеп. Енді сен де сөйтейін дедің бе? Айтқаным айтқан, дедім мен, жасқа булығып. Қызды қармақшының детдомына апарып орналастырмадың бар ғой, Ағеке, мен бұл үйде тұрмаймын. Қайда барасың сонда? Оны өзім білем. Енді ғана қажығандай болған әкем, егер екеуіңді де жібермесем қайтесің, деді бәсеңсіп. Байлап ұстаймысың сонда? Бәрібір кетем. Кете алмасам не суға кетуге, не асыл өлуге бейілмін. Соншама күйінетін неменен еді ол қаншық? Қаншық емес, адам, және жап-жас бала, және панасыз адам баласын бүйтіп қорлауға болмайды. Солай болып едім де, балам, деп маған сүзіле қараған әкем ыңыранып аз тұрды да, ол өтінішіңді орындай алмаспын, балам, деді. Ар жағы сыныптай толқыған сияқтанып, бірақ бойда бар қайратын жинаған боп. Ендеше, дедім де мен жөнеле бердім. Әкем сол орнында тұрып қалды. Біз отырған ауылдың іргесінен сыр жағасының қалың қамысы басталатын. Ішінен әр тарапқа жол кететін. Соңғы күндерде қар түгел кетіп боп, сазданған жер дегдуге айналған еді. Бірақ дарияның мұзы әлі сөгілмеген. Әкемнен бөліне жөнелгенмен қамыс арасына кіре тарам жолдардың біреуіне түсіп, дарияға қарай тартып бара жатыр ем. Артымнан аттың дүсірі естілді. Жалт қарасам, шоқыртып келе жатқан әкем. Жетуге жақындаған ол, Бөкежан, деп еді. Мен жауап тақатпастан ілгері қарай тарта бердім. Әкем қасымнан жанай өте берді де, атының басын кілт бұрып қарғып түсе қалды. Тар жолда тоқыраған маған, қайда барасың, деді ол. Өзім білем, дедім мен. Ақымақтанба, балам, деді әкем, әкелік мейірімді даусымен. Қайт үйге.
Айтқанымды орындасаң ғана қайтам. Байғұс бала-ау, бекерге босанасың, деді ол жұмсақ дауыспен. Бойы шарға болғанмен жасы 14-ке келіп қалған қыз. 13-те отау иесі демей ме аталарың? 13 түгіл 9-10 жасында қол бала боп келгендердің талайы жетіліп, қасабалы қадын боп кеткенін көрдік. Оның заманы емес қазір. Ақымақ балам-ау, деді әкем еріксіз жымиған боп. Ағаңа 4-5 ай қатын болған әйел емес пе ол? Енді не қылдып жібересің? Шын обал сонда болмай ма? Обал болмайды. Детдомға орналастырсақ. Қыздың өзі кетпеймін десеші. Сендерден қорқса ғана айтады оны. Қорқытпасаңдар айтпайды. Қайда баратынын түсінсе, тартынбақ түгіл, бұйдалы тайлақтай ұшады. Ұшпаса ше? Осы арбасудың керек жоқ, әке, дедім мен киіп. 10 жасымнан бастап кісіге тізгінімді ұстатпай өстім. Демейтін бе едің өзің? Мен 12 жастамын. Азар болса саған тартқаным шығар. Мен енді осы серкке міндім, әке. Таңдауың өзіңе бердім, дедім ғой. Не қызбен боласың, не менімен боласың. Сертімнен қайтпауыма сенімі енді ғана бекігендей болған әкем қалшиып аз уақыт тұрып қалды да: «Болсын, балам», деді ауыз күрсініп ап. «Бірақ бұны жұртқа күлкі болмайтындай ғып істейік. Қалай? Біз ешқайда орналастырмай-ақ қояйық. Өзі қашып кеткен болсын. Содан кейін қайда барса да мейлі». «Ол болмайды, ағеке. Қармақшының детдомына не өзің барып сөйлесесің, не мен барып сөйлесемін». «Мен сөйлесе алмаймын. Ендеше мен ақ сөйлесейін». Ертеңіне әкем екеуміз қармақшыға аттандық та, әкем әлдене сылтаумен қала қыдырып кетіп, мен детдомға бардым. Бастығы Адамбеков деген қартаңдау мұғалім екен. Оған келген жайымды айтып ем, «Не деген жақсы бала едің», деп арқамнан қақты да: «Келсін, қабылдаймын. Қайдан келгеніңде кімнің не ақысы бар? Балалардың арасында сіңіседі де кетеді. Сүйегінде кемігі бар біреу болса, жетілу оп-оңай», деді. Уәде. 3-ші күні ел жата Адамбеков атпен біздің ауылдың қасына келеді де, мен келіншекті қолымнан арбасына мінгізіп жіберем. Келіншегіміздің аты Шынар екен, әкесінің аты Әділбек. Детдомға бару жайында айтқанымда, ол алғаш бармаймын деп ыршып түсті де, түсіндіре келе көне кетті. Уәделі түнде мен оны өз қолымнан жөнелтіп салдым. Әке шешемде де иман жоқ. Жатқа олжа болмаймыз деп, бір шешемде де бір ғана жамалған ескі көйлектен басқа киімдерін сыпырып алып қалды. Жата жастана байқасам, әкем үйдегі ұраға астықты бекерге тыққан жоқ екен. Қыстай жан адамға сездірмеген бұл астығын көктем туа Қайрақбай арқылы әкем жан жақтағы елге астыртын тарата бастады. Бірақ ақшаға емес, не астыққа, не малға. Астыққа болса 1 пұт дәнге күздігіні 5 пұт алады. Малға болса 1 пұт дәнге күз не 2 туу қой, немесе жылқының я сиырдың семіз құнан құнажыны я түйенің тайлағы. Биыл сырдың жақсы тасуынан үміт қып, шама шарқынша егін сеппек болған. Бірақ тұқым таба алмай отырған ел біздің үйдің астығын қымбат бағасына қарамай талап әкетті. Әкем олардың бәрінен де ауынайға растатып тіл қаталды. Бермей кетсе қайтесің дегендерге көрсін бермей, деді әкем. Ақмешіттегі ұлықтарға айтып, көзін желкесінен шығарайын. Сондағы сенетіні Аралбаев. Балтырдан бері біздің үйме байланысын үзбеген ол әнеугініде келіп кетті. Әкем оның ізін шала түйеге елеусіз түрде теңеп, 1 қап тары, 2 қап бидай жіберді. Астық жайғасып боп, шілде басталған шақта әкем бір күні кешке: «Ал бәйбіше», деді шешеме, «Бөкежан екеуміздің кір қолымызды жуып, киім кешегімізді даярла. Аманшылық болса аз күнде сапар шегеміз». «Қайда?» деген сұрауға неге екенін кім білсін, сөзін бөлшектей айтқан әкем «Торғайға» деп жауап берді. «Торғайға?» деді шешем таңданған дауыспен. Торғайға. Неге, көтек-ау? Әйел ердің жол жайын сұрамайтыны қайда?» деді әкем кейіп. «Босқа қаңғырмайтынымды білесің.
Жұмысым болғасын барам да, неге барғанымды қайтып оралған соң көрерсің. Әкем көп кешікпей қасына мені және Қайрақбайды алды да пойызбен Орынборға қарай жүріп кетті. Неге екенін кім білсін? Үйде үлкен тоқыма қоржын болушы еді. Әкем соның бір басында барлық тұрманымен маған арнап жасатқан жеңіл ер тоқымды, бірнеше ноқтаны, жүгенді және ұзын қыл арқанды салды. Енді бір басына сүр, құрт, ірімшік, май сияқты азықтарды салды. Шалқар станциясына түсеміз деді ол пойызға міне маған. Содан Ырғызға, одан Торғайға көлікпен кетеміз. Шалқар станциясында Ырғыз бен Торғай жағының аштарына жәрдем апаратын сол елдердің өзінен келген көліктер бар екен. Жүкшілердің ішінде әкемнің таныстары да болып шықты. Жүктері ауыр, көліктері арық болғанымен ілесе кеткісі келген әкемді олар тастаған жоқ. Жүкке деген көліктің бәрі түйе. Азын-аулақ ат оларды жетектеп жүру үшін ғана алынған. Арба бұл жолаушыларда атымен жоқ. Арық түйелердің көбі адамды қоса мінгізу түгіл, артқан азын-аулақ жүгін әрең көтереді. Сондықтан Ырғыздан шыға берісімен-ақ бірен-саран кәрі құртаңы болмаса, бұлайғылары жаяу жүрді. Басқа амалымыз болмағандықтан біз де сөйттік. Күннің көзі де сол бір шақта көкжиектен қайнай шығып, ашық аспанның биігінде шақырая лаулады да тұрды. Ондай ыстықта арық көліктер жүре алмайтын болған соң, иелері тек күн бату мен таң атудың арасында ғана ілбіп жүріп отырды да, таң ата кез келген жерге түйелерін шөгеріп жата кетеді. Сонда тым болмаса ыстықта ығнап паналарлық бұта болсайшы. Ондай ештеңесі жоқ. Жап-жазық, тап-тақыр дала. Ұзақ жолдың бойында бірен-саран бүтін мола кездессе, кең сарайға жолыққандай ішіне тығылған жолаушылар жансая табады да қалады. Жердің жағдайын білетін қазекеңдер, тым болмаса баспана қыларлық күрке алып жүрсейші. Күрке түгіл, кигіз де алып шықпаған олар қайнаған ыстықта шөккен түйенің көлеңкесінен басқа пана таба алмайды. Күн көкке биіктеген шақта көлеңкеде қысқарып шақырайған ыстықтың астында шыжиды да жатады. Содан ба, әлде аштықтың табы өтіп кетуден бе, немесе кенеттен ауру күйіп кете ме? Жолаушылардың ішінен әлдекімдері өліп, оларды көмуге күші жоқ серіктері Тәңірінің бұйрығы дейді де кез келген шұқырға тастап кетеді. Бізде қарағанда өзге жолаушылардың жандары сірі сияқты. Өлімнен амандары ілбей, ыңырана боздай сараң сияқты. Сараң аяңдаған түйелердің ішінде қыбырлайды да отырады. Бұрын бұндай жүріс көрмеген әкемнің алғашқы күндері екі табаны қолдырап жаяу жүруге жарамай қалды. Танымайтын біреулер уақытымыз бар ма бұған қарайлайтын, көлігіміз бар ма мінгізетін деп айдалаға тастап кеткісі келіп еді. Таныстары өтуге қимай, аяғын басуға жарағанша тәуірлеу деген түйелерге кезекпен мінгізді. Табаны тәуірлегеннен кейін қайта жаяулады. Сөйтіп жүріп үйреніп кетті. Қуғынға құнан ғана шыдайды дегендей, жаяу жүрген алғашқы күндерде денем салғырт тартқанмен, бірер күннен кейін мен пысып ап шаршаудың орнына жолшыбай шегіртке аулап, көбелек пен инелік қуып дегендей ойынды ермек еттім. Жүкшілердің тамағы жоққа тәндік. Басшылары олардың күнделік сыбағасына бірақ тостаған тары береді де, оны қатықсыз қара суға қайнатып, торсықтарына құйып алған бейбақтар, бұнысы таусылса, басқасы жоғын есіне қатты ұстап, жұтқан жұтамайды дегендей, күніне бірер мезгіл азғантай ғана татады. Өзге уақытта еріндері кезереді де жүреді. Біздің азығымыз өзімізге жеткілікті және дәмді де азық. Ол азығымызды өзгелерге көрсеткісі келмегендей, әкем мені оңаша алып шығып бөлек жейді. Еріп келе жатқан жолаушыларымыз әкемнің бұл қылығына наразылығын қабақтарымен ғана білдіреді де, көзіне ештеңе айтпайды. Алыстан сұқтанған түрлеріне қарап, мен кейде тартып ала ма, әлде өлтіріп тастай ма деп те қорқам. Ең қаты су. Осынша жалпақ даланы Тәңірімнің судан тартуы-ай.
Ара-тұра болса да не бір тұщы көл, не бір тұщы бұлақ, я өзен бітірсейші кең далаға. Өліп таптым деген көлің ит ішпес сор боп шығады. Бұлақ атымен жоқ. Шалқар мен Торғайдың арасындағы 500 шақырымдай керік жерде Ырғыз, Торғай аталатын екі-ақ өзен кездестірдік. Олардың да сулары удай сортаң. Шалқар мен Ырғыз арасында аз да болса ерсілі-қарсылы шұбырған жүргінші кездеседі екен. Ал әкемнің айтуынша 250 шақырымдай болатын Ырғыз бен Торғай арасындағы жазығы мен құмайт белесі аралас келетін жалпақ далада ұшқан құс, жүгірген аңнан басқа жан бақылық көрінбейді. Бұл екі арада бұрын бекет дейтін түстеніп және қонып аттанарлық үйлер болады екен. Қазір ол үйлердің тұрғын адамдары әлде қайда кетіп, ессіз қора-қопсылары ғана қалған. Өз иелері ме, әлде қаңғырып келген біреулер ме, кейбір қораларда еті ағып, я сасып жатқан үлкенділі кішілі адамдардың қаңқалары жатыр. Ессіз қораға жылан шаянда үйір боп қаптап кетеді екен. Сондықтан біздің керуен көбінесе ашық жерлерге тоқырайды. Оның сиқы жоғарғыдай. Кейген шақта әкеме, ағеке, бізді осы жолға не сорайдады десем, үйде де, үйден шыққалы да айтпаған сырын әкем оңашада енді ғана ақтарып, ағайын ащы мал тұщы дегендей, бәрі бір малдың қамында балам дейді. Қайдағы мал десем, Шыңғыстаудағы нағашыңнан хабар келген дейді әкем. Семей, Ақмола губернияларының қазақтары биыл да тоқ көрінеді. Олар Торғайдың аштарына деп малдан жылу жинап Торғайға қарай айдап шыққан көрінеді. Саны әлденеше мың мал болса керек. Содан сыбаға ал барып деп хабарлапты нағашың. Кім боп? Әрине, ашыққан боп. Ойпырай ағеке-ай деймін мен. Қайрақбайға да естіртпей әкеме ұялмай ортақ боламыз ба? Аштардың сыбағасына. Несі ұят? Олардың малыма ұят болатын? Жылуға жиналған мал, өзі көп, оларға да бізге де жетеді. Бізге беретін қайдан білесің, ағеке? Малды айдап шыққандардың басшысы нағашымның жан аяспас досы көрінеді. Содан хатта бергенге ұқсайды. Бұл сөзді одан әрі қассам, ши шығарып алармын деймін де үндемеймін. Жолшыбай арып-ашып зорға жетсек, Торғай дегенің қала сияқты қала емес екен. Ағаш үйлері аз, жер үйлері көп, олардың төбелері жайпақ. Туған жердің қаласы дегенмен Ақмешітпен салыстырғанда садағасы кетсін. Әкемнің Торғайдан да жекжаты табылып, қаланың шетірек жағындағы үйіне түстік те, қала жайын да, ел жайын да содан білдік. Аштық қалың жайылып алған елге үкімет жәрдемі көктемнен бері ғана жеткізілген. Оған дейін жерде қалың қар жатқандықтан мойыны алыс темір жол бойынан көлікпен азық тасу мүмкін болмаған. Жәрдем жеткенше қаладан да даладан да көп адам өлген. Өлмегендері жергілікті жердің аңдарын, арамын да, адалын да, балықтарын аулап күнелткен. Торғайда да панасыз балаларға арналып 500 орындық детдом ашылған екен. Бірақ қыстай астық өте тапшы болғандықтан ашығып келген балалардың көбі өліпті. Олардың орнына жаңа балалар алыпты. Қазір детдомның да халі тәуірлене бастаған. Елден алған хабарымыз азамат соғысы кезінде Амангелдінің оң қолы болды деген Еркін Ержанов былтырдан бері біздің үйдің Сарықопадағы мекеніне 40-50 үйлік тақыр кедейдің басын құрастырып коммуна құрған. Биыл ол коммуна қазынадан тұқым қорын алып, Сарықопа жағасының жазығына 10 шақты десятина тары мен бидай сепкен. Оған көлден арықпен су апарған. Егіндерінің беталысы жақсы дейді, ал былайғы тұрмыстары әзірге өте нашар болса керек. Білемін деген біреудің айтуынша, біздің үйдің қайда барып орналасқанын коммуна адамдары жуық арада ғана естіпті де, Ақмешіттегі өз бастықтарына хат жазып, ол арадан қууды өтініпті. Атасының басы қуады деп кекете күледі әкем бұл сөзді естігенде. Ондағы бастықтармен менің ашына жай екенімді қайдан білсін, сорлы бар. Танысымыздың үйіне абайсызда елеусіз келіп түскен әкем қаланың саяси хал жайына қанып болғанша өзі көптің көзіне түспей тығылып жүрді де,
Біздің үй бұл маңайдан кеткелі не оқиғалар болғанын, не оқиғалар болып жатқанын Қайрақбай екеумізді жұмсау арқылы біліп отырды. Бұрын менің ұғымымда Қылжақтың ғана адамы сияқтанатын Қайрақбай, енді байқасам салмақты істерге де епті екен. Бармайтын жері, араласпайтын ортасы жоқ ол. Сол ортаның сырын белгісіз түрде біліп алуға да шебер. Бұрын болған оқиғалардан әкемнің білуге тырысқаны Амангелдіге достар мен қастардың қайсысының қазір салмақтырақ екені. Біздің байқауымызша оның қастары басым сияқты. Ең алдымен біз Амангелдіні жауларының қалайша алдап қолға түсіргенін, қандай азаппен өлтіріп, онан соң ешкім табылмастай жоғалтып жібергенін барлық егжей-тегжейімен біліп алдық. Амангелдінің сол дұшпандарының бірде-біреуі жазаға тартылмай, қазір бәрі де советтің әр жердегі қызметтеріне орналасып алған. Ал Амангелдіні дос көретін, оның сарбазында болған былайғы момын көпшілік Торғайдағы, Орынбордағы басқарушы орындарға арыз беріп, дұшпандарды жазаға тартуын талап етсе, сөздері іске аспай қалып қояды екен. Амангелдіні Алашорда адамдары қапыда өлтірген ғой. Жергілікті әкімдерден бізге дос адамдардың жасырып айтқан сөздеріне қарағанда, Алашорда көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынов 1919 жылдың күзінде Москваға барып, Совет үкіметінің бастықтарына жолыққанда Алашордашыларға кешірім жасатқан. Егер жаңа қылмысы болмаса, ескі қылмысы үшін дейді. Бізге бұл кеңесті айтушы адам қазір оларға ешкім тие алмайды. Ол ма дейді әңгіме айтушы бізге. Байтұрсынов қазір коммунист және Қазақстанның оқу жұмысын басқаратын комиссары. Осы жағдайлардың бәрін біліп алғаннан кейін әкем жасырынуды қойып, Торғайдың көшелерінде, үйлерінде қымсын бастан қыдыратын болды. Содан кейін қонақ дегендер басталып кетіп, күндіз де түнде де шақыруда боламыз. Былайғы қалың бұқара ашыққанмен, ашықпаған ауқаттылар бұл маңайда да толып жатыр екен. Бірімен бірі уәделесіп қойғандай, олардың күн сайын екеу-үшеуі қалаға сабасын арта, тоқтысын баса келеді де түскен үйлеріне Торғайдың Қаратаяқ аталатын оқыған азаматтарын және епті қолары мен пысықтарын қонаққа шақырады. Солардың ішінде әкем де жүреді. Өлеңші де табылып қалады ол мәжілістерде. Домбырашы, әнші де, күлдіргі қулықшы да табылып қалады. Бұлардың қалың ортасында біздің Қайрақбай да жүріп, күлкілі сөздерден ауыздарын жиғызбайды. Біз Торғайға осылайша сіңісе бастаған шақта, Ақмола, Семей жағынан айдалған малдың да жақындаған хабары кеп қалды. Алып қашты сөзге қарағанда, малдың жалпы саны 1000-жарымнан астам болса керек, және көбі ірі қара болса керек. Осы хабар естілген соң-ақ аттылы, өгізді, түйелі, жаяулы дегендей, Торғай уезінің жан-жағындағы елден жұрт Торғай қаласына қаптап келе бастады. Бұларға бұрын жәрдем алуға келіп жатқандар қосылғанда, қала деген аты болғанмен, аумағы орташалау орыс поселкесіндей ғана Торғайдың үйлері түгіл, көшелеріне де сыймай, жақын жердегі Торғай өзенінің жағасына бытырады. Торғайға сіңіскеннен кейін әкем өзіне арнап белі берік, күйі жақсы топыраштау бір ат, маған арнап семізшелеу, жуастау дөнен, Қайрақбайға арнап тағы бір топыраш сатып алған. Ақмешіттен қожынға салып әкелген ертоқымды ол маған берді де, өзі мен Қайрақбайға Торғай қаласындағы таныстарынан жобалғылау ертоқым тапқан. Жерден малынан дәмесі барлар атқа қонған шақта, біздің де аттануымыз жиіленіп кетті. Аралап жүрген қалың топтың сөз түрінен байқасақ, келісімге келместей екіге жарылып жүр. Аттылы тоңдылардың беттерінде тоқтық белгісі ойнағандардың сөзіне қарасаң, қанжығаларына байлай келген ноқты жүгендеріне, жіп шуларына жәрдемнің олжам малдарын тізе тіркеп қайтпақ. Ал ашарық екендігі көлігінен де, киімінен де, кескінінен де байқалатындардың сөзін тыңдасаң, әлі бар дегендерге тышқа құлақ бергізетін түрлері жоқ. Біз тоқ аталатындардың тобында жүріп жаттық. Олардың әңгімелері қалада болса, қоралардың түкпірінде, далада болса,
құмның ішінде, өзен жағасында болса жарқабақтың астында жүріп жатады. Қасқыр бөлтіріктерін бауырын көтеріп, көзін ашқан соң-ақ тыралақ пен қозыны талатып бауыздайды. Әкем мені де солай тәрбиелеуге тырысады ғой деймін. Торғайға келгелі ешбір сырын менен жасырмай, құпия кеңестерінің ішіне көбінесе бірге ала отырады. Ал сөздері расында да қасқырдың сөздері. Ол сөздердің ұзын ырғасын ғана айтқанда, халықтың арасында совет өкіметіне қарсы наразылықты қоздыру. Осы жөнінде жоспарлайтын арамдықтарының бірі, мына аштарға таратуға әкеле жатқан малдарды иесінің қолдарына тигізбеу. Бұған тапқан айлалары келген малды болыстарға бөліп айдатады. Ондағы ревком бастықтары, байлар, немесе солардың құйыршықтары кімге үлестіретінін олар жақсы біледі. Бұл сыбағадан қаланың байлары да құр қалар емес. Олардан жасалған тізімнің жуан ортасында менің әкем де жүр. Оның және Қайрақбайдың тізімдегі аттары сыр бойынан келген аштар. Осындай атағы бар әкем мен Қайрақбай келген малдан өздері таңдап, он-оннан ірі қара алмақ. Айдалып келе жатқан малдар Торғай өзенінің шығыс жағындағы бір бүйіріне жетіпті деген хабар естілгенде, Торғайдағы аштарға жәрдем комитеті аталатын мекемеден мал айдаушыларды қарсы алуға арнаулы комиссия жіберілетін болды. Әкем бұл комиссияның ішіне Қайрақбайды қосты. 5-6 күнде оралған Қайрақбайдың айтуынша, айдалып келе жатқан малдың барлық саны 1643, олардың ішінде 21 түйе, 442 жылқы, 364 сиыр, 816 қой бар. Айдап келе жатқан адамның саны 37, бастап келе жатқан Семей губерниясының атақты оқыған азаматының бірі Маутбаев Жүнісбек. Қостарын арта жүріп, малды оттата, тынықтыра отырып айдап келе жатқан олар, қой, ешкілерден 100-ге жақынын жолшыбай тамағына сойып жеген. Өзге малдар аман да, күйлі де. Қайрақбайлар қайтқанша, Торғайдағы қаратаяқтар мен атқамінерлер оңаша үйде бас қосып, мал айдап келгендерді қарсы алудың, малды қалай үлестірудің тәртібін келісіп алды. Ол тәртіп бойынша мал айдап келгендер түгелімен қалаға шақырылады да, болыстарға бөлініп, айдалғанша малды Торғай өзенінің жағасына жая тұру міндетін жергілікті басшылар алады. Мал бөлінерден бұрын қаланың ортасындағы кең алапта жиналыс өткізіліп, сөздер söyленеді. Сонан кейін жергілікті бастықтар қонақтарды Торғай өзенінің бойына, Тоғай арасына апарып той жасайды. Онда ат шабу, балуан күресу сияқты ойындар болады. Тойдың шығынын жергілікті байлар көтереді. Бұл бәтуаның жуан ортасында болған әкем бір күні тыйышсыздыққа түсе бастады. Себебін сұрасақ, Торғайға жиналған жұрттың ішінде Еркін Ержанов та жүр екен. Бізге әлі жолықпаған ол, әкемнің айтуынша, уездік ревкомға барғанда, оның председателі Әлімбетовке жәрдемге келе жатқан малды байлар өзараса бөлісіп алмақ боп жатқан көрінеді. Олардың ішінде ана жылы Торғайда патша өкіметін жақтап халықпен соғысқан, жараланып қару ұстауға жарамағаннан кейін сыр бойына қашып кеткен Жәутіков әбеуде бар көрінеді. Бұл астыртын ақылда уездік мекемелердің де қызметкерлері барға ұқсайды. Егер осы сөз рас болса, арты шатаққа айналады. Жаяулап, жалпылап келіп жатқан аш-арықтар малды тоқтарға үлестіріп отыра алмайды. Бұны істетпеңіз, егер тыйым сала алмасаңыз, халыққа өкпелемеңіз, деген. Осы жайларды айта кеп, маған да тісім қайраулы көрінеді, деді әкем үрейлі кескінмен. Мал бөлісіне араласпас, депті ол, бізге сенімді біреудің көзінше. Егер араласам десе, бұл арадан тірі де кетпес. Не істер дейсің, тәйірі, деп Қайрақбай әкеме қайрат берейін десе, кәпірдің бетін аулақ қылсын дейді әкем. Өңі қаша түсіп, егер беті бұрылса, жақсылық күтпе одан. Қасқыр сияқты тұқым, тісі тиген жерін ойып алады. Онда бұл жұмысқа араласпасақ қайтеді,
десем, әкем бұрынғы тәуекелшілдігіне бағып, аузы үйренген мақалын айтады. Әліптің артын бағайық. Еркінді бұрын көрген, кейін оның ерлік істері туралы көп әңгіме естігенмен, оны енді тағы да көруге құмарта бастадым. Елеусіз бір шақта көрсем, бұрынғы көргенімнен танымастық түрде өзгеріп кетіпті. Ортадан бәлкім биіктеу, бірақ талдырмаш бойы қазір сомданып, жауырыны екі есеге жақын кеңіп кетіпті. Бұрын бәлкім сопақтау беті қазір сүйектене кеңіп, дөңгелек жүзділеу сияқтаныпты. Бұрын қызыл шырай бабау көрінетін реңі қазір қоңырланып, сұрланыңқырап апты. Бұрын жұқалау сияқтанатын қабағы қазір қалыңдап, түксиіңкірепті. Бұрын түбіті де жоқ, жоғарғы ерніне, түгінің жуандығы жылқының ту құйрығы сияқтанған әдемі қияқты жұқалау қара мұрт өсіпті. Бұрын жіңішкелеу сияқтанатын даусы қазір гүрілдей шығатын бопты. Көзінің бұрынғы әппақ еті қазір қанталаған тәрізденіпті. Үстінде әскердің көнетоздау қамзол шалбары, аяғында солдаттың жуан етігі. Тобық белін жалпақ қайыс белбеумен тас қып байлап алған. Басында әскерлік фуражка, белбеуіне кабуры мен наған байлап алған. Осындай түр тұлғасын алыстан бақыладым да, жақындап баруға танып қалар. Оның арты жаманға соғар деп қорықтым. Сәбилік санама еркінді біздің үйге дұшпан кісі деген сенім бекігендіктен мен оған сырттай өшпін де. Көргеннен кейін де сол ойымнан қайтқан жоқпын. Сөйте тұра ішімнен сымбатына да, түріне де сүйсініп, жігітім ақ екен деп қоям. Мал айдаған қонақтар Торғай қаласына келіп, әлдене байдың үлкен қарағай үйіне түскенде, қақпа алдында қарсы алушылардың ішінде әкем де тұрды. Олардың да арасында жабайы жігіттер мен қаратаяқтар бар екен. Мауытбаев Жүнісбек сұрғылттау кескінді, қыр мұрынды, мұртын танауының астына қойдың құмалағындай қағып қана қойған, басында көгілдір шайымен тыстаған пұшпақ бөркі бар. Сыртында жағасына қара барқыт салған түйе жүн шекпені бар. Аяғында өкшесі биіктеу саптамалы етігі бар. Ішкі киімдері орысшалау, торықшалау, кішірек бойлы, көркем кескінді, жасы сол кезде 30-ға кіріп қалған жігіт екен. Әкемнің мұнда келетінін ол Семейде жолыққан нағашым Жақыпбектен естіпті. Сондықтан таныса сала шұрқыраса кетті. Түнгі мәжілісте Жүнісбектің сөз уарлығы да, шешендігі де байқалды. Ол ескілікті әңгімелерді көбірек айтып, қазақтың бұрынғы өмірін тамаша етіп суреттеп отырады да, қазіргі заманның тақырыбына келгенде кекетінді дауыспен енді аз уақытта байың кедейің бірдей боласыңдар. Сенікі менікі деген болмайды. Мал да ортақ, мүлік те ортақ, ас та ортақ, қатын да ортақ, бала да ортақ. Коммунизм деген осы деп сипаттайды. Үйдегілердің бәрі бұл сөзге зәресі кеткен түспен аста правда деп жағаларын ұстайды. Ертеңіне ертерек тұрып тысқа шықсам, жан-жақтағы жұрт қала ортасындағы алапқа ағылып жатыр. Басым көпшілігі аш-арықтар. Жіп шуларын белдеріне қыстырып бара жатқан олардың киімдерінің де, өздерінің де жүдеулігінен жан шошырлықтай. Көбі жаяу. Азын-аулақ аяқ лауы барлардың арық көліктері, аяқтарын әрең алып жүрерліктей. Біз араласқан тоқ, киімді көлікті топтан бұлардың ішінде ешкім жоқ сияқты. Оның да себебі маған белгілі. Өткен түні жасырындау түрде өткен бір мәслихатта, ертең алапта болатын жиылысқа тоқ адамдардан ешкімнің бармауы керек деген Әлімбетов. Барса аш-арықтар жанжал шығарады. Тіпті олардың ішінен ертеңгі тойға қатынаспайтындары еліне де қайта беру керек. Өйткені жәрдем малы бәрібір мұнда бөлінбей, болыс-болысқа таратылады ғой. Тиісті сыбағаларын сонда барып алар. Алапқа халық тола бастаған шақта әкеме кеп, бармайсың ба ағеке, дедім, қайрақпай екеуің бар.
мен үйде болам, деді ол. Қайрақбай екеуміз келсек, әлгінде ғана бостауы кең алаң адамға толып қапты. Алаңның орталығына 10 шақты ғана кісі шығып тұрарлық. Биік мінбер жасалып, қасына басқыш қойылыпты. Сығылысқан көп адамнан оған өтіп болар емес. Жамырай кеңескен көпшіліктің даусынан алаңның іші араның ұясындай ың-жың. Бір кезде қаланың батыс жағынан 15 шақты салт адам көрінді. Жақындағанда байқасам, алдыңғыларды қару асынып алған екен. Олар милиционерлер болу керек. Кейінгілердің ішінен Әлімбетовты, Маутбаевты және 3-4 кісіні танимын. Жиынға жақындаған қарулылар «Жол беріңдер, жол!» деп айғайлап еді. Сығылысқан жұрт жік ашып қағыла бастады. Қайрақбай екеуміз сонымен пайдаланып, аттыларға ере ішке қарай сұғындық. Мінген семіз аттары маңайында шулаған жүдеу адамдардай үріккендей. Ығыса жүрген салттылар мінбердің қасына кеп бірнешеуі аттан түскенде, түспеген біреулері ол аттарды шылбырынан ұстағанда мінберге Қайрақбай екеумізде таянып қалдық. Аттан түскендер мінберге көтерілді. Ішінде Әлімбетов пен Маутбаев бар. Олардан мен танымайтын мосқалдау әлдекім «Жамағат, тынышталыңдар» дегенде жуан зор даусы кең алапты күңірентіп жібергендей болды. Мінберге шыққандардың не айтарын естігісі келгендей шуласқан жұрт тын бола қалды. «Уа халық!» деді одан арғы сөзді Әлімбетов бастап кетіп. Көп сөйлейтін, көп отыратын уақыт емес. Аз ғана сөзбен айтқанда, алыста Семей мен Ақмола губерниясында жатқан ағайындарың сендерге жәрдем деп бірталай мал жіберген. Ол мал Торғайға келгенін естіген боларсыңдар. Осы малды жүген ноқталарыңды ұстап келген сендерге таратып жіберсек, елден, әсіресе алыс түкпірден жете алмай отырғандар құр қалады. Бұл әділетсіздік болмау үшін келген малдың ұсағында әрісінде Торғай уезіндегі 8 болысқа бірдей ғып бөліп айдататын болдық. Жоқ, олай емес, деп мінберге көтеріле берген адамға қарасам Еркін. Олай емес, деді Еркін. Басынан жол алған фуражкесін жоғары көтерген, оң қолына жентектей ұстап. Бөлінбейді болыстарға малдар. Осы арада мына жүдеп, жырдап жүргендерге бөлінеді де, әркім өз үлесін жетектеп әкетеді. Дұрыс, деп ду ете түсті қалың көп. Тоқта, деп ақырып қалды көпке әлгі жуан дауысты. Оған көпшіліктің тоқырамайтынын білгендей, жолдастар, деді Еркін, сабырлаңдар. Ду бәсеңсіді. Әлімбетов Маутбаевқа Еркінді таныстырмақ болып еді. Дәм жасса кейін таныса жатармыз, деді Еркін. Қазір жұмыс бітірейік. Бұл жолдасқа сөз берейін демем. Кейін ел тоғайғанда айтар ол сөзін. Ашықтырған кім, деді Маутбаев Еркіннің кемелей келуін ұнатпағандай. Патша, ақтар, Алашорда, деді Еркін. Ендеше соларға байланыс. Жоқ, мен саған байлансам, және сен сияқтыларға байлансам. Неге? Сендер сол патшаның, ақтың, Алашорданың қалдығысыңдар. Мен деме, деді Әлімбетов ашуланып кеткендей. Сен де? Не дейсің? Советтік ревкомба, басқа ревкомба мен басқарып отырған. Оның председателі сенбісің, менмін бе? Сенсің, бірақ сен қой терісін жамылған қасқырсың. Дәлелің, деді Әлімбетов ақырып. Амангелдіні жасырын өлтіргендердің ішінде сенің барлығың білінді. Бар, деп ду ете қалды әлдекімдер көпшілік ішінен. Одан кейінгі сөзде береке болмай, даңғазалана шуласқан дауыстан ештеңе естуге, қобалжыған жұрттың көтерген шаңынан ештеңе көруге болмай қалды. Ойбай, кетейік, деді пысықтығына қорқақтығы сәйкес Қайрақбай мені жеңімнен тартып. Неге, дедім мен тартынып. Аяқ астында қалуымыз мүмкін, аман кезімізде бас сауға қылайық. Азан-қазан, у-шу боп шаңға бөленіп кеткен қалың топтың ішінен Қайрақбай мені сүйрегендей алып шықты. Бұлай шыға, тоқта, қызығын көрейік, дедім. Қызығы құрысын, деді Қайрақбай. Әбекемнің баласы екеніңді білсе,
Алдымен сені өлтіреді. Жүр кетейік те пәтерге барып, бой таса қылайық. Жүгіре басып пәтерге келсек, алаңда көтерілген шаң мен айғай-ұйғайдың не екенін біле алмаған әкем қора қақпасының ішінде тұр екен. Жай жапсарды бізден естігеннен кейін ол қобалжыған көңілмен бұл шудың арты немен тынарын күтті. Ол тыным ертеңінде-ақ мәлім болды. Ашыққан жұрттың тапап өлтіруінен қорыққан бастықтар аттарына міне қашады. Сол күні түнде Орынбордан Торғай ревкомына Жангелдиннің комиссиясы барғанша жәрдемге келген малдың бірде-біреуі таратылмасын. Ол автомобильмен бүгін шығады деген телеграмма келеді. Сол телеграммада жәрдем малына ие болу Торғай қаласындағы әскерлік гарнизонға тапсырылады. Мәселе онымен тынбай, қаладағы политбюро советке қарсы үгіт таратты деген дәлелмен қалаға келген байлардан, қаланың өз ішіндегі байлардан әркімдерді тұтқынға ала бастайды. Осы хабар естілгенде бізде сол халге душар болмайық та деп сасқалақтаған әкем қашуға жиналды. Бірақ күндіз қашуға болмайды, түнде кету керек. Ал сол күні күн батсайшы. Көкжиектен шақырая шыққан күн аспанға биіктегеннен кейін жылжымай тұрып алған сияқтанды. Соған берекесі кеткен әкем отырған жерінде от басқандай әр жерге шоқалақтай жүгіріп дымы құрыды. Жұртқа көз ғып ауызға алғаны болмаса, Аллада жұмысы жоқ, намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын ол бүгін белгілі солпылардай діншіл болағып, Алла сақтай өрді аузынан тастамады. Осылай сасқалақтап күні бойы аузына ас алмаған оны жатқан бөлмемізге үй иесі кешке қарай әрең кіргізіп, біз шайды алдымызға ала бербек, мылтықты 4-5 адам сау етіп кіріп келді. Біреуі еркін. Сол кезде әкеме көзім түссе, жан тәсілім ғып бара жатқан адамдай. Бар қаны ішіне тартыла сұрланып, танауы қусырылып, көз жанары сөніп бара жатқандай. Қарашығы бозамықтанып кеткен екен. Орнынан қопаңдаған, бірақ бөксесіне 5 батпан тас байлап қойғандай, ұмтылса да тұра алмаған ол еркінге бірдеме айтпақ болып еді, дірілдеген даусына ие бола алмай қалды. Саспа, деді сонда еркін оған. Қылығыңа қарағанда осы отырған жеріңде атып өлтіретін адамсың. Бірақ бұл жолы мен сені аман жіберем. Әкем жылап қоя берді. Бірақ сен үшін емес, мынау балаң бүркіт үшін. Садаған кетейін деген сөз шашырап шықты әкемнің аузынан. Бала, деді еркін маған. Кеше алаңда сен мені танымағанмен, мен сені танып тұрдым. Дәл осындай қасымда тұрдың. Сонда айтқым кеп айтпаған сөзімді енді айтайын. Ана жылы 16-шы жылдың көтерілісінде мына әкеңнің қолына түскен ағам Нұржанды дараға асып өлтірерде, сол тұрған топтан кіп-кішкене сен ғана араша түспек боп шырылдаған екенсің. Сол қылығың үшін әкең Нұржанның қанын саған қимаса, мен әкеңнің қанын саған қидым. Рахмет қарағым, деп әкем еңіреп қоя беріп, әкелші қолыңды деп қолын соза беріп еді. Тарт арам қолыңды, деді еркін ақырып. Ұят ар деген қайда сенде? Сонау сырдан Торғайға жәрдемнің малынан үлес алуға келгенсің. Адасқанда бір-бірін ұлып табатын қасқырдай. Ойдағы, қырдағы қасқырлар бастарыңды Торғайда қосқан екенсіңдер. Қақпандарыңның құрулы екен білмегенсіңдер мұнда. Ендігі сөздің қысқасы, қаныңды балаңа қидым дедім ғой. Жаның барда, жоғал, бүгінгі түннен қалма. Құп, қарағым, құп, деді әкем, жанынан енді ғана үміт еткендей, көз жасын жеңімен сүртіп. Топалаңда той жасамақ болған бұлар, деді еркін қасындағыларға кекетінді күлкімен. Тойларының таусылғанын білмейді бейбақтар. Ал кеттік. Олар шыға жөнелгенде топалаңдағы той екені рас деп қаппын мен.